Азанмен жүгіретін бар еді. Қайдағы әрең тұрдым ұйқыдан. Дейіндес адамдар жүгіреді ғой міне достарымдар. Бәрі жиналып отыр. Ал біз болсақшы. Мәссаған. Дерді қолымменен терем. Ей адамдар, болса да қиын қадамдар. Төзе біл қарсы сынаққа, орындалсын армандар. Kamerası әлі жөнделмеді, шаң-шаң жөндесе. Дәл осылай қашан жөндейміз? Короче, сендермен бөліспесем болмайды. Түнде мен ойлап шықтым, ұйықтай алмадым. Мен ойладым, и шештім. Мен үйге бір жануар асырағым келеді. Я, бір жануар асырайын. Қандай жануар білмеймін, брат. Чё там, не алсақ болады? Үйдегілер бір ақылдасып алайық, чё там, не аламыз? Черепаха алайық. Жоқ, или попугай алайық. Қандай қумаш алам мен? Яғдай алайық, кішкентай маймылдың баласы. Итак, барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Біз бастаймыз бүгін деп бастайтын ғабит ұлдарыңыз алдарыңызда, достар. Короче, қазір комната шашылып жатыр, сол шетті комнатаны көрсеткім келмей жатыр. Айтпақшы, гүлдер солып жатыр. Одан артық ары қарай кетті. Тым қызық нәрсе жоқ, короче. Бұны қызық нәрсе сияқты. Дала жанып тұр, короче, достар. Осындай кезде бір еске түсетті, баяғыда ауылдың кезінде бұндай әбетке дейін ұйықтау жоқ еді ғой, вообще, я? Я дейш? Я. Мәсе, сондай жоқ еді ғой. Әбетке дейін кім ұйықтайды? Сол әбетке дейін ұйықтайды деген бар. Сен анандай жерде ұйықтап атасың, короче, и кірет тағына. Әбетке дейін ұйықтайсыңдар ғой, атаң кінеледі. Жей жатып шерлер. Дейтіндер бар ма? Жоқ па. Ауылда көргенде сондай апаларды. Короче, сонау Кентау шаһарынан менің жолдас балдарым келіп қапты. Мен жолдас балдарым, ой, өнерлі шетінен. Қандай өнерлерім бар, бұл Ырысбек. Бұл трубасы бар, короче, Кентауда. Трубасы тауып жүреді, короче, бұл, сүрген кезде көтін ұстағаншы. Бұл Берік, бұны біз Кентауда алтын шаш дейміз. Бұл не сен мамандың бауырым? Гинеколог? Гинеколог, короче, Кентау қаласында бәрін жақыннан көрген. Бұл көт атың бауырым? Ахат Тосқан, бұл мамандығы, любой айта бөлі, ешкім білмейді. Ешкім танымайды, а? Стрим дейді? Текстил дейсің ба? Егер Кентауда көмек керек болатса, осы жігітке звондасаңыздар болады. Қыз болсын, ол болсын, любойны көмек түседі, короче. Текстил бересің ба бұл? Мынау бірақ енді трубасымен патолог енді. Алтынайға сәлем деп қойшы кән. Алтынай сәлем десе. Көрістім ғой? Бауыр керек, өмірде жанға жақын, тек жақсылық жасауға қамданатын. Мына жақтағы соседтерден де ұят болды. Кешіріңіз. Яқта кеше. Сәл қалдым, мына жаққа секіруге. Досын тауып алдым. Түсіретші қиналып жатыр. Кеше қақта болдым. Кеше қасында болдым. Құмаш, мен сен көрген жоқпыз. Танымадым кешеңіз. Шымкентте өмір жаумаған жаңбыр жауып, мен келген кезде да болды. Жаңалды. Досым жотам. Кипиш бастап кетті. Так любил, Тандербос All-Star. Что ты? Что? Неге конкурс ойнатпайсыз дейді. Мен білесіңдер, братва, мен соңғы рет Грузия ма? Ой, басынан кесіп. Құп кетеді.
Білесіздер, мен байқау жасасам, үлкен ауқымды қылып жасаймын. Соңғы рет жасаған кезде 20 миллион жүлде қоры болған. Енді бір-екі күнде тағы да жасайын деп отырық. Енді Даридің машинасы 5 миллион, и бөлек тағы 5 миллион жасағым келіп отыр. 5 миллион үстінен қосып. Қалай болады? Сяня. Күні. Айы. Бұлтыз. Да, енді мен еркелетті, давай. Арыстан! Бос уақытымызды біз өте продуктивно өткіземіз. PUBG ойнаймыз, семейный болып. Так. Мына жерде мына Ақтілек бар, мен барым, Дари, Керпи, төртеуміз семейный ғой, короче. PUBG ойнасыңдар, жазылыңдар. И так рассматриваю. Не? Чё? Так, біздің күніміз уже басталып кетті. Сендер не істейатсыңдар? Пароход жоқ, түн және түн мүмкін. Вечерім. Сен бүгін ертең мұны бәрі басталып шөпте. Кешегі мамидің жанынан атып шығасың, көріш. Не болды? Бір сөйлеген көтере алмайсыңдар. Болмаса дәл осы жерде шешіп алайық, кім мамик, кім мамик емес. Мамик емеспін. Ал не болды? Мамик болмайын дейді, басқасын іздеу керек. Ренжіп болды жоқ. Всем привет, достар, қалайсыздар? Бүгін погода прям шикарно болып тұр. Бүгінгі және демалыс күндеріңіз сәтті өтсін деймін. Ал кеше мен өте кеш жаттым. Кеше доставкалармен жүрдім. Еще бір тәте аяқ киім заказ берген, өзім апарып бердім. Қалқаманға видеоға түсіруге келдім. Әрине маған еще подарка берді. Сондықтан келесі жолы егерде заказдарыңыз болса, видеоға түсіріп өзім апаратын боламын. Уақытым табылса, әрине. Ал егер заказ беремін десеңіздер, аккаунт тастап кетемін. 5000-ға жуық аяқ киімдер бар, барлық киімдері және люкс качествода и арзан бағада. Қайырлы күн, Пантере. Қалдарың қалай, жақсы ұйықтадыңдар ма? Білесіңдер да, ұмытқан жоқсыңдар. Мен осыдан 3 күн бұрын Садрадинге жарысайық деп айтқам Audi A5 пен Camry 70 кісімен. Дұрышты, Садр үйге келе жатыр. Күтіңіздер. Қазір Audi Camryға против. Жалмашинер, мені білесіңдер, мен өзім барып ешкімге бір тиіспеймін. Үйде тып-тыныш отырсам, жарысайық деп қоймайды ғой, кім десеңдер? Жоқым, жарысам деймін. Ақшаға жарысайық, өтінем тегін. Ақшаға жарысайық. Білмеймін, неғып мен ақ осы жарысуға құмар бәрі. Қызық енді басталды, жарыспайым деп қоймады енді. Байқылы. Садыр! Дайынсың ба? Бұл әңгімені естіген Садыр 5 минутта жетіп келді үйге. Ал біз уже жарысайын деп көшеге шығып баратыр. Бірақ бір нәрсені айтайын. Мен жарыспайын, за рулем мен отпайым. Ол Дилоктың машинасы, Дилок жарысатын болады. Өзің айтайын. Жоқ, Дилокты аласың. Алатын болсаң сосын маған келесің, Садыр 70-кісімен, Audi 70-ка. Как вы думаете, қайсы жеңеді? Қазір нағыз қызық қазір басталады. Сәл қалып күтіңдер. Чуть. Біз местоположениеға бара жатыр бұл. Так, походу у нас будет сегодня жара. На Audi мен Садырдың 70-мен жарысайын деп жатыр. Но по-любому, даже я не сомневаюсь в этом. Был алып смело 70-ті. А вы как думаете? Короче, начинается мына Audi или 70-ті. BMW или Mercedes дейді. Менің 2 BMW-м болған, екеуін де жақсы көрген, бірақтан өте капризный етін. Және де BMW-ның қазір тағы ұнамайтын бір жері, ішінде комфорт жоқ. Ал мына Mercedes іші комфорт и бір лет эстоға апармады. Бүгінгі күн бір қызық басталды да. Садыр кетті, короче, машинаны жарсам деп қоймады. Қолдамасаң ладно дедік та, баланың жалайне шашылып тұр екен деп. Бүгін бір менің машинаммен Садырдікін жарыстырып көрейін деп тұр. Көреміз. Адам деп тұрсың ба енді? Ойланшы, не уверен айтады? Менің машинам. Объем 3-тегі. Сенікі объем неше? Объемың неше? 3-5. Бұныкі 3-5. Неше? 2-5. 3-5 болса жағы. 3-5 қойып. Бұныкі 2-5. Менікі 3-2. Көрек ал енді кімдікі отатын. Менікі отады ау. Біз келдік уже местоположениедамыз. Дрон дайын. Бүгін дронымды бірінші рет пайдаланайын деп тұрмын. Вообще пайдаланып көрмедім. Садыр келді, Дилок келді. Біз қазір бастаймыз. Міне 2 қарсыластың тұрыстарын қараңдар. Айдалатын адам мақтана бермейді дейді ғой.
Не қорқытсын, нормально тұрсын. Давай, қаншаға? Мен ұста историяң өзінше қол алып қалайын. Бергел. Өйт пантауа түсіп керек емес қой енді. Жарысты еще сразу ютубқа түсіріп жатыр. Бізде дарын. Как обычно, четкие кадры болады. Ютубта күтіп жүріңдер. Ертең или арғы күні. Ақылай, кім жеңеді деп ойлайсың? Бетон Ауди. Ауди ма? Иә. Смел Ауди деп ойланбасам ғой. Дарын, кім жеңеді деп ойлайсың? Садрайдың жеңеді. До конца итердер рульді тіке ұстап отыр, алдыңа болды. Газды басты алдыңа қарап отыр болды. жүрегім түк 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 деп жатыр. Ой, қорқатын ешті. Қолымменен терім адамдар болса да қиын қадамдар төзе біл қарсы сынаққа орындасын армандар 1, 2, 3. Қара. Салам алейкум. Болды. Ей, тилок. Байына тартқан ғой. Кімнің қатыны дейсіз? Чё там, брат? У меня есть к тебе предложение. Общение. Эй, Камри, это не машина. Камри, это... Тарынмен жарысатын боламыз, 55-кімен көрек, 55-кіні алғама. 55-кі мықтырақ болады, енді кішкене 70-ке қараған. 2, 3. Пока, бай-бай, чау, бомбито! 55-кі, 70-кі, не канает қой. Делек лаунж стартпен бастаған жоқ та, мен лаунж стартпен бастап едім. Уже резко, даже стартта да шанс берген. Так что, Ауди вам не халям-малям. Четко машина алайын деп түсіндір ғой, примерно. Қараңдар. 50, 70, 90, 100. Көрдіңдер ма? Деп түсіндір ғой, примерно. Қараңдар. 50, 70, 90, 100. Көрдіңдер ма? Так, қазір уже мэрс шықты. Мэрс жасам дейді. 5 па, 3, 7 ба. Мына мэрс. 7. Мына мэрспен жарсамыз қазір. Все, готов? Давай. 1, 2, 3. Қара, мэрсті көрсетсе мен емес қалым. На спидаке 630. 130. Жоқ, не емес вообще, вариант емес. Ауди мен сіздерге айтайын. Никак шанс бермейді анау машинаға. Так что Ауди сила. Эх! Бүгін ағаларың серьезный болды. Күні бойы серьез адамдармен жүрдім. История саламадым. Бірақ маған бәрібір, білесіңдер ғой. Ертең жақсылап саламыз енді. Қайырлы кеш. Бәрі серьезный болған жарасады екен деп жатыр. Білесіңдер ғой, маған бәрібір. Қандай не болсам да маған қызық емес, кімдермен жүрмін. Мен сендерді жақсы көремін бәрібір. I love you. Бір махаббатым ашылып тұр да сендерге. Айқайлайын ба? Менікі жарысатын машина емес қой, менікі комфорт қой. Блин, менікі просто комфорт қой. Жарысатын машина алам. Дилектің машинасы қатты жүреді просто. Все, жан машинен мен шешім қабылдадым. Жарысуға тағы бір бөлек машина алам. Так, қалай айтсам екен енді. Менде андай өтірік подарок беретін қыз жоқ. Бірақ, енді қызы болмаса да, үйдегілер бар. Қазір андай милый видео түсіріп көрсем, мен подарок берем, андай қуанып кетеді. Қойшы сен де бір өтірік нажалость давить ете бермей. Сая, қазір мен саған подарок берем, андай қуанып кет, хорошо? Душа моя полна, любви полна, душа моя твоя навеки навсегда. Все мои желания заветные. Короче, Баха мен попроситетті көмектессін деп өзің подаркаңды білмеймін кімге екенін әйтеуір ең күштісін таңдадым. Қазір видеода көресіздер. Мені
жұмсап жатыр, айтады бір қызға подарка алу керекпін дейді. Кімге? Сенің үстіңнен шығатын ес таптым. Қандай? Барлық жұмыстарымды аяқтап офисқа келдім. Офисқа келсем уже аяқ киімдер бітіп бара жатыр, сондықтан үлгеріп қалыңыздар. Келіп уже таңдап жатыр. 5-6-аудан алып кетіп жатыр, сол үшін успейте. Рахмет бізге келді. Рахмет сіздерге. Көптен алып кетті, сіздерге үлкен рахмет. Поддержка бергендеріңізге. Келіңіздер, жаңа качествосы мынандай. Сау болыңыз. Подаркаларды беріп қойдым. Молодец. Қашу. Офиста адам көбейіп кетті. Қаби тауып кетті. Келді. Нұрдәліттің достары, Еркіш. Барлық бізге поддержка жасауға келді. Аяқ киімнен алып жатыр. Женский, мужской, мына жерде мужскойлар, кожаныйлар бар, женскойлар бар, бәрі кетіп жатыр. Сауда өтіп жатыр, ақша көп болып жатыр. Үстім барлығы су болып кетті, жаңбыр жауып. Үйге енді келе жатырмын, еще продукт алғам. Үйге келе жатырмын. Настроем күшті өтті. Бір сториста 2 крысаны көрдіңіздер. Ладно, ойнайтым. Мақұл, бұл досым ренжите 2 крыса десем. Көрсетем, жаққа келіп алып кетсеңіздер. Просто адамдар қарап тұра, сол үшін технично. Міне, еттім. Бір тесік таптым, сол тесікке таптым. Кет қаласын. Ол қай жер десеңіздер. Міне Шымкент плаза. Міне I Love You театр. Тесік. Пахапупер. От души. Шымкенттің салқын сырасын көрдің бе ішіп құрдасым? Не, жоқ. Күндіз, мына екі жігітті айтама. Москваға барып кет, номер 1, туда-сюда, бірақ қарапайымдығын айтам, Донер жейікші дейді. Донер жейім дейді ғой, короче. Шымкентке келіп енді лаваш жеп кетпесек, еш несет. Ол мен айтқан қонбас қыз. Еш, ас болсын. Бәлі, кайф. Шымкент. Таң сөйлей алар. Шымкентте нұр жауып жатыр. Қиналып кеттім, ол контентте бөліп кетпесек болды. Для вас мы снимаем эту гонку. Надо дронмен түсіріп жатыр. Қазір жоғарыдан. Так, получается, мына жер старт, финиш ар жақ. Пешеходный сторисқа дейін. Вообще пешеходный стористен қалай кетші? Пешеходный знакқа дейін. Тут понеслась мына жер. Жоқ. Жарсама деп ойлап едім. Мына бэхда ілесіп кететін сияқты қазір бетон. Нет, дейді. Первый раз вижу бэху, что гонять етпей жай кетіп батқан. Так, Audi против 70-ки. Так, бұны қараңдар. Рульде, Audи'да рульде отқан келін. Дилок, что там? Қайнағаңның айтқан оқуын ұмытпа. Газды бір рет басасың, обратно жүйелесіне қайтып басасың. Или жақсы спортқа қойда газмен тек просто істеш. Нормально. Что там? Қорқып жатыр. Кеттік, дәрі мына жерде камера тұрып жатыр. Кеттік, бас салады қазір. Дрон мына жерде. Келін, что там? Не айтады? Мен алып тұрайын. Қайнағасын. Все, болды, кетті. Дрон кетті. 2, 3. Мен сіздің жатам! Келін сумақыр ғой, короче. Қумаши! Второй заезд кетті. Гоняться будет? Да. 2, 3. Audi. Давай! Блин! Смотри, это не мой. Это какой объем у нее? 3,7, да? А двигатель какой? Атмосферник? Да.
Давай, бas! Давай! Кетті. Сомнение болмасын бұл аудиға. Мен бұны өзім дайындап қойғам. Дубайский прошивка. Так, еще раз коротко объясню. Так, салон полный, еще адам отыр, еще багажникте полный. Міне. Көрдіңдер ма? Разгон до сотни примерно 7 секунд. Короче, бүгін балдармен жиналып келдік енді. Қандай жерге келгенімізді көрсетейін сіздерге. Примерно білесіздер ғой енді. Міне. Ерқанат жылқы дей ма? Шабыласыңдар ба точно, е? Құлап қалдым деп мамаш папашкілер жанап тұрмасын маған. Әйелдерінен сұранып, а? Пони екен. Сен атқа итке мінесің. Сен қанша балан бар конкретно? Екеу. Сенде туысқан? Процесс жүріп жатыр ма? Процесс жүріп жатыр. Мына жігіттің екеу да? Екеу деді. Құдай қалса бірінші апрель деп жатыр. Бізден жасылар уже үйленіп туған, е? Шақи. Мыналардың бәрінің баласы бар, е? Қададаш, мен дайындалмайын. Аттар кесе дұрыс бар еді қазір. Ал жәймендетіп шықтық. Астымызда жылқы. Ей, әскерлер. Или қасындағы адамдар ұйықтай алмайды дей ма? Таудың басына шықтық міне. Кенді адамың бала. Рахаттан бе? Иісті дерс екен әжердің, Басым жоқ қой. Запрак, ойбай! Контрольный дерс кетті. Кішкентай екен бірақ. Өзің сияқты екен. Анарақ қалып қастыр шөңі. Қазір уже бірнеше минуттардан кейін жарысып бастаймыз. Кім ұтады деп ойлайсыздар? Кімге болеть етесіздер айтыңызшы. Ішім біртүрлі отыр, потому что бұрын соңды бүйтіп машинамен жарысып көрмеймін. Негізі мен жарысам деп ойлаған жоқпын. И жаңа айтты, сенің машинаң өзің жарыс деп. Давай дедім да, бірінші рет жарысып көрейін деп тұрмын. Көреміз енді. Кеттік, ал сәттілік маған. Дилокта ұтылдым деп. Дилоктың машинасы қатты жүреді просто. Машинаң қатты жүреді просто. Мал, болмайтын машина сияқты ма? Пока. Короче, мен өзім тревел болу керек екенін ұмытып кете беремін. Есіме салып тұрсыңдаршы. В общем, отельдің лоббиі, холы осындай. Дәу. Міне, депше вообще дым тұра алмаймын. Тұр, дайынсыңдар ма? Короче, бүйтіп кіресіңдер, мына жерде холл сияқты. Міне сол жағында сразу ең керекті жер. Міне туалет. Мынау аяқ жуатын нәрсе негізі бауыра. Кеше бауырам мына неғып жатыр, мына жаққа істейтін зат, мына жаққа істеп жатыр. Болмайды ғой. Мына жақта душ, үлкен, кең, кайф. Вот это айна, таңертең сторис түсіретін. И мына жерде бізде жататын жер. Бауық екеуміз бірге жатамыз деп ойлап қоймаңдар. Міне арасында мынандай бар, разделитель ше. Сол үшін міне осындай. О, мына позор. Мынау да бір вид дегенде бір шли, вид жоқ. Бірақ нормально. Короче, мынандай қойшы. О, Гречки тепшки бәтіңке О, гречки шауып келсін барып кел О,